Салем достор, біз бүгін ташкентский чай дайындайтын боламыз. Иммунитетті көтеретін, дәрумендерге бай, С витамині тола ташкентский чай ішетін боламыз. Ол үшін бізге керекті заттарымыз: мед таза натуральный, лимон, апельсин, мята, көк шай және қара шай. Және ыдысымыз бен қайнаған суымыз керек болады. Бірінші апельсинімізді аламыз, шеттерін кесіп тастайсыздар. Содан кейін екіге бөліп, әдемілеп тураймыз. Келесі лимонымызды аламыз, дәл солай шеттерін кесіп, ортасынан тең бөліп, тоже жаңағыдай домалақтап, әдемілеп тураймыз. Сөйтіп ыдысымызға саламыз. Одан кейін мятамызды саламыз әдемілеп. Оның үстінен көк шайымызды саламыз. Мен 2-3 қасық көк шай салдым. Достар, айта кететін жайт, бұл шайды біз концентрированный қылып дайындаймыз. Шайникке құйған кезде үстінен қайнаған су отдельно құясыздар. Получается, осы составпен 2 рет ішуге болады, 2 шайнек шай ішуге болады. Көк шайдың үстінен осындай қызыл шайымызды саламыз әдемілеп. Тоже 2 қасық 3 қасық саласыздар. Сосын үстінен таза натуральный, менде Өскеменнен алып келген осындай балымызды қосамыз әдемілеп. Таза болмаса, магазиннен алсаңыздар да болады, тек ол кезде количествосын көбейтесіздер. Осылай тазалап балымызды салып алғаннан кейін үстінен уже қайнаған суымызды құямыз. Осы ыдысты толтырып құйып, аузын жауып, бұқтырып қоямыз. 40-50 минут бұғып тұрады. Сол кезде жаңағы мятаның дәмі, балдың дәмі, апельсин, лимонның дәмі, шәйлердің дәмі бәрі шығып, бұғып, әдемі шай дайын болады. Мінекей шайымыз дайын. Енді осылай отдельно шайникке құйып аласыздар жартысын. Жартысын құйғаннан кейін үстінен қайнаған су құясыздар.
дәмін ішіп көресіздер. егер де бірдеңенің дәмі жетіспей тұрса, үстінен салып қайтадан бұқтырып қойсаңыздар болады, дәмі шығып өзінің қалпына келеді. Бірақ енді менің осы дайындауым бойынша бәрі тамаша болды, дәмі де барлығы әдемі болды. Кішкене қант қосып ішсеңіздер болады, немесе науат қоссаңыздар да болады. Шайымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын, ауырмаңыздар, иммунитетті осылай көтеріп жүріңіздер. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.